Сәлем достар! Бүгінгі видеода мен сіздерге фруктовый салаттың жасалу жолын көрсеткім келеді. Бұл салаттың бірнеше атауы бар, яғни фруктовый салат, йогуртовый салат болмаса, витаминный салат деп те атайды. Бұл салатқа кез келген фруктоларды пайдалана берсеңіздер болады. Мен осы фруктоларды пайдаландым. Ең алдымен фруктоларымызды тазалап жуып аламыз. Одан кейін ішіндегі дәнектерін тазалаймыз. Достар, менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Осылай жүзімді екіге бөлеміз де арасындағы дәндерін алып тастаңыздар. Сол кезде, салатты жеген кезде ауыздарыңызда дәндері жүрмейді. Келесі кезекте бананымызды әдемілеп турап аламыз. Кубиктап турай беріңіздер. Екі банан қоссаңыздар да, 3 банан қоссаңыздар да, өздеріңіз білесіздер. Мөлшерін өздеріңіз қалағанша қоса беріңіздер. Келесі кезекте алманы қабығынан тазалап, сүйектерінен тазалап, осылай турайсыздар. Менің алмамның қабығын ашыған жоқпын, себебі қабығы жұмсақ әрі өте тәтті болғандықтан ашымадым. Егер сіздердің алмаларыңыздың қабығы қалың болса, онда ашыңыздар. Ал енді кивиімізді қабығынан тазартып, қатты жерлерін алып тастаймыз да, оны да кубиктап жұқалап турап шығыңыздар. Мен осында 2 мандарин қостым. Мандариннің қабығының бәрін тазалап алып тастадым. Және әрқайсысын жеке-жеке бөліктерге бөліп, әрқайсының ішінен дәндерін жеке-жеке тазалап, турап алдым. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, шетін кесіп тастасаңыздар, ішінен дәнегі шығады. Сөйтіп турай бересіздер. Достар, менің видеома лайк басып, каналыма тіркеліп, мені жоғалтып алмас үшін қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Негізі сүйегін алу міндетті емес, бірақ жеген кезде ауыздарыңызға сүйегі кетіп қалмағанға жегенге әдемі болады. Міне бізде осындай фруктыларымызды турап алдық. Енді кез келген қою проценті жоғарырақ қою йогуртты алып, жемістеріміздің үстіне құйып, біркелкі етіп араластырып аламыз. Болды, осымен біздің фруктовый салатымыз дайын. Өздеріңіз кез келген затпен әрлесеңіздер болады. Мен бетіне ақ шоколад септім, теркадан өткізіп. Қара шоколад сепсеңіздер де болады, болмаса басқа затпен сәндесеңіздер де болады. Міне өте дәмді, біздің өте жеңіл фруктовый салатымыз дайын болды. Достар, сіздер де жасап көріңіздер. Бұл салат балалардың сүйікті салаты. Ең бастысы менің видеома лайк басып, каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар.